Қанағаттың қағаз қаласы болсын, қайыршының миллиардер досы болсын, періштелер жоқ жер деген тақырыбының өзі сатираның салмағын көтеріп тұрған соқталы дүниелер. Осылар шіркін нағыз сатиралық қойылым, драмаға айналса екен. Дәл осының бәрі сахнада актерлардың образын жан-жақты қыр-сырын ашатын, мінез құлқын ашатын, қоғамның кәдімгі бітеу жарасын ақтаратын дүниелер ғой. Соның бәрі бір жағы актер шеберлігіне, режиссерлардың фантазиясына және көрерменнің күліп отырып жылайтын, жылап отырып күлетін дүниесіне айналатын еді. Шын сатира сондай болады. Ал біз сатиралық қойылымдарға барамыз да кәдімгі тамаша көріп қайтқан сияқты қайтасың. Ол спектакль ондай болмауға керек. Мәмбетовтың бір сөзі бар еді. Спектакль басталғаннан сатиралық қойылым болсын. Аяғына дейін 2 рет, 3 рет қол соқты ма халық? Ол спектакль емес, ол концерт. Ол сатиралық тамаша сияқты бірдеңе. Ал драмада сатира болсын, басқа болсын, адам ойлану керек. Қол соғатын ол концерт емес, ол өмір бастан аяқ. Сол сияқты нағыз сахнадағы өмірге айналатын шығармалар болашақта Құдай қаласа. Мұны қалжыңмен айтып тұрма, кекесімен айтып тұрма, әжуалап, мысқылдап тұрма, осы дүниені айырмай қалдық. Бұл қазақ үшін жалпы қасіретті нәрсе. Өйткені біз сөзі жоғалған ұлттың өзі жоғалатындығын ескерткен алаш арыстарын еске алсақ, мына Қоянбаевтың биігіндегі, Қабатовтың биігіндегі сатира емес, біздің қоғамды түзейтін сатира осы қанағаттың көз майын тауысып отырып, қоғамның қоясын ақтаратын сатирасы керек деп білем. Өйткені біздің жаңа бақыт өте әдемі тоқталды. Кітаптарының атының өзі сатираның шынымен де салмағын қандай болатынын, деңгей дәрежесі қандай болатынын көтеріп тұр. Өйткені кітаптарының атының өзіндегі қойылған тақырыптың өзінің тілі тотияйын. Біз қазақта тілі тотияйын деген сөз бар еді ғой. Сондай дүниелерді ұмытып кеттік. Құрметті оқырман қауым, мен өзім этнограф ғалыммын, бірақ осы жазушылардың еңбектерін барынша оқуға, соған тырысып жүремін. Себебі өзі этнография негізінен фольклормен өте тығыз байланысты. Ал енді жазушылар негізгі сюжетті ол халықтың болмысынан, ордадан алады. Мен қай ақынның, қай жазушының шығармасын оқымаймын, одан бір қазақы болмысты біздің өзіміздің дәстүрлі тұрмысымызға қажетті бір дүниені іздеймін. Ең бірінші оқыған еңбегім қанағатпен танысқандағы ол әрине қағаз қала. Мына қағаз қала деген аттан-ақ көрініп тұр. Ол да қоғамның ащы шындығын осы кітапта қысқа әңгімелер арқылы үлкен мәселені қозғайды. Мысалы, Астана қаласында халық гашок деп атап кеткен ғимаратты білесіздер ғой? Ұлттық өнер академиясына берілді, халық оған жаңа гашок деп ат қойды. Бірақ асығыс салынған дүниеден ол жерде оқу орнының жұмысын жалғастыру мүмкін болмады. Мүмкін болмағандығы соншалық әбден төбелеріне су ағып, немесе ауа жоқ, күндер күйіп, адамды қара терге түсіріп, қысып, акустикаға, шығармашылықты дамытуға, тіпті хореография қояйын десе қара терге түсіреді, музыка жазайын десе акустика жоқ деген сияқты, немесе өзіміз музыкант болмасақ та жаңағы қойған дыбысың бір басқа жаққа қарай кетіп қалатын, мүлдем талапқа сәйкес келмегендіктен ол зданияның ғимаратты қазір тек қана темірін барсаңыздар темірін ғана көресіздер. Түгелін өсіріп тастап қайтадан құрып жатыр. Ғылым орта несіне, өнер академиясына басқа ғимарат берді. Бір қонақ үйді түгел босатып әзірге берді. Студенттеріне бір жықаны босатып берді. Мінекей осы қағаз қаладағы ең бірінші оқитын әңгімеміз осы асығыстық салынған ғимараттағы жаңағы қызықты оқиғаға тап боласың. Одан кейін мына Темберлик әкей мен Элеонора әжей. Бұл да біздің қоғамның ащы шындығы. Біз қазір қазақ есімі, мінекей осы қазақ есімін біз қазір жойылтып бара жатырмыз. Ертең 20-30 жылдан кейін мүлдем қазақ есімін
бір жаңағы ұлпанмен іздеп жүретіндей мүмкіндікке жетіп келе жатырмыз. Адамға ат қоя білу немесе адам аты сол мемлекеттің ұлттық болмысы. Атыменен, тегінен танысқан кезеңде аты тегін естіген немесе естіген кезеңде осы мына мемлекеттің адам екен деп ойлап тұру керек. Мысалы, бір адаммен таныссақ, соның ат фамилиясын естісек, мынау Азербайжандікі ме екен немесе Түркиянікі ме екен деп бірден ойлап тұрамыз, немесе мынау Қытай мемлекетінікі ме, Жапондікі ма деп. Ал біздің қазір ат фамилиямыздан Қазақстандікі ма деп ойлай алмайтындай жағдайға жеттік. Қазіргі есімдеріміз біздің қазақ есімінен алшақ, Европа есімі, мына араб есімдері көбейіп келе жатыр. Қазір енді одан олар өсіп семья құрған кезінде одан туылған балалар мына тәуелсіздіктен бермен қарай кезеңде қазақ есімі біздің мүлдем қазір түбегейлі өзгеріске еніп келе жатыр. Ал түркілік есім тіпті аз. Ал енді басқа түркі мемлекеттерінде байырғы түркілік есімдер сақталып қалғандығын көп кездесеміз. Түркілік есімдер деп отырғанымыз мына жаңағы түрік қағанаты, түргеш қағанаты, қарахан иттердің кезіндегі қойылған есім қазір бізде жоқ. Оны сақтап отырған басқа түркі мемлекеттері бар. Осы Элеонора әжейменен Темберлек әкейден осы мәселені көреміз. Ал енді мына немен ақш пен тәтш, ол да біздің жаңа қоғамның мәселесі. Әйел адамдардың қоғамда белсенділік танытуы, мына гендерлік саясат, ол кәдімгі барлық қоғамдан алынған. Ал енді періштелер жоқ жерде. Осыған келейік. Бұл әңгіме миллиардердің қайыршы досы. Ең бірінші осы кітапты қорытындылады. Ал енді бізде қаңтар оқиғасы болған кезеңде мен осы кітапты екінші рет оқып шықтым. Оның алдында осы бір жыл бұрын оқып өзімнің әсерімді түйіп қойған болатынмын. Айтам деген кезеңде бір жоспарлап жүргенмін. Ал енді қаңтар оқиғасы болған кезеңде сол кітапты алдымда әңгіменің керісінше соңынан басына қарай оқыдым. Осылай газетке пікір бердім, ана тілі газетіне. Мына жерде қарагөз сыматылып отыр. Осы ана тілі газетіне ұсынып едім. Қаңтар оқиғасынан кейін ол мақаланы бірден жариялады. Ол мақала осы миллиардердің қайыршы досын талдау. Қаңтар оқиғасын кіріктіре отыр. Яғни осы миллиардердің қайыршы досын оқыған кезеңде мына өткір жазылған екен деген ойда қалдым. Ал енді қаңтар оқиғасы болған кезеңде менің ең бірінші ойыма келген дүние бұл алдын ала болжау. Мысалы бір нәрсені кейде не қылсаң, жаңағы алдын ала болжасаң, соны ойлай берсең немесе айта берсең сол бір кезеңде болуы мүмкін. Немесе бұл жаңағы сол ой расында да орындалуы мүмкін. Автордың жүйелігі болмаса. Осы кітапты оқысаңыздар, бұл сол қаңтар оқиғасын болжағандай болды. Қаңтар оқиғасынан кейінгі бұрынғы биліктің кетуі, бұл сол бұрынғы биліктің адамдарын бұл ой арқылы жаңағы еңбек колониясына алып барады. Бұл еңбек колониясы емес, кәдімгі ауылға барып еңбекке салады ғой. Ол енді айтқанда жаңағы еңбекпен түзету арқылы өздерінің жасаған дүниесінің барлығын жаңағы бойларынан өткізеді. Ол жаңағы шұрық тесік болған жаңағы соны тағы да 30 жыл деп айтады. Мына ненің ішінде миллиардердің қайыршы 30 жыл деп айтады. Мына жаңағы Кәрі патша деген кейіпкерді қояды. Ол Кәрі патшаға да жаңағы 30 жыл билік деп кесіп айтады. Сол бір жылдан кейін сол қаңтар оқиғасы болған кезеңде бірден ең бірінші ойыма келгені мынаның айтқаны қалай еді дедім. Сол қайтадан оқып шығып өзімнің ойымды бердім. Оның ішінде жаңағы періштелер қай жерде деген пунктті кірістірдім. Ол мына қазақ қоғамында біздің өзіміздің өміріміздегі періште. Ал енді періштелер жоқ жерде де бұл кәдімгі адамның жанын ойыншық қылады, адамды мешен қылып соны атып. Яғни біз бір нәрседен аман қалса періштеміз қақты дейміз, баланың періштесі қақты дейміз, немесе бір нәрсені жаман айтып қойсақ, сол орындаса періште әумин қойған ғой дейміз. Сонда періште деген кім? Ол жаңа жан алатын Әзірейіл, адамның жанын негізі Әзірейіл алу керек. Ал енді бұл кітапта адамның жанын Әзірейіл емес, сол адамның өзін Әзірейіл жасап алған адамдар алады. Мен жаңағы сол пікірді айтқан өзім этнографиямен байланыстырып отырып беруге тырыстым.
Әзірейіл, Жебірейіл, өзі қоғам жаңағы өмірдегі бұл мифтік образ ғой, періште деген ол біздің көзімізге көрінбейді, ал мифтік образдағы ол жаңағы 4 періште осыны келтіре отырып, ал енді кітаптағы ол адамның жанын алып отырған Әзірейіл емес, яғни ол өзінен өзі жасап алған жаңағы адам Әзірейіл. Осыны талдай келе бір ойымыздағы пікірді беруге тырыстық. Сосын тағы да бір тек қана әзіл емес, классикалық дүниесі бар, ол құдық туралы. Екеуміздің бір ортақ бір жаңағы көзқарасымыздың ортақ тасатын жаңағы түйісетін жері осы әңгімесі болды. Құдық туралы. Мен енді өзі құдық туралы жаңа үлкен бір зерттеген дүнием бар. Оны да бірнеше жаңағы тақырыпқа бөліп Қазақ әдебиеті газетте жариялаған болатын. Одан кейін Қанағаттың әңгімесі шықты құдық туралы. Құдықпен байланысты оқиға. Ол енді жаңағы бір құдықпен де байланысты, құдыққа өліммен байланысты. Қанағат екеуміз қанша жыл құдық қазып келе су шығармай жатырмыз. Бұл бір классикалық әңгіме. Ол мына періштелер жоқ жердегі миллиардердің қайыршы досы, ол жанрдан бөлек. Яғни бұл классикалық прозаға да өзін салып, ол әңгімеде жақсы қабылданды деп айтқым келеді. Яғни ол бір бағыттағы жігіт емес, өзін басқа бағытта да сынап көрді. Ол жағына да өзінің тәжірибесі барын және алып кете алатындығын көрсетті деп ойлаймын. Әрмен қарай шығармашылық табыс, еңбегін көбейе берсін. Кәдімгі жазудан алыстап кеткен сияқты қатты кішкене ішімізден айтқанда өкініп жүрдік. Содан кейін 2006 жылы Қанағат телевидениеге кеткеннен кейін бір әңгіме жазып келді, осы қалай деп. Бұрынғы Қанағатты мүлде таба алмадық бұл жерде. Түсінге кішкене қоңыл тақсы бер, Қанағат сен шығып қалыпсың ғой, қоңыл су қалыпты ғой деп. Сөйтіп кәдімгі намысына тиіп қалған. Сөйтіп содан кейін жаңағы сіз айтып отырған, Тәттігүл ханым айтып отырған қағаз қалалар дүниеге келді. Сөйтсек бұл әлгі бабында жабудың астында жүретін жүйрік сияқты болған екен. Әйтпесе Қанағат басында өлең жазып көрді ғой, білесіздер иә, өлең жазды, жап-жақсы өлең, тәп-тәуір жүйрік ақын болды, бірақ одан қойып кетті мысалы үшін. Сөйтіп жүрген кезде жазғанына оралғанына қатты бір сүйсіндік та, сосын қайбір жылы осы бір мектепке неге бардық, кездесуге бардық. Сөйтсек жаңағы қағаз қаланы 9 сыныптың ба 10 сыныптың қызы оқыпты. Сол кетеді Қанағатқа. Қағаз сіз әлі сол үйде тұрып отырсыз. Ана сөзді оқығаннан кейін бір түрлі бір. Енді бір есептен жаңағы балауса оқырманның сол әңгімен, сол сазғалармен тікелей қабылдағанына бір кішкене қоңтақты ғой. Өйткені ана қағаз қалада нені лақтырып жіберсе, шәрікті лақтырып жіберсе, бірінші этаждан бастап соңына дейін түсіп кетеді ғой. Ана қыз сөйтсе Қанағат әлі сол үйде тұрады деп ойлайды. Сендіре білгені ғой, сендіре білгені. Сосын арғы бір түсіндіріп, оқырманға енді Қанағат ағаның басқа да әңгімелерін оқи тұрсаң, бұның бәрін астарын түсінесің дегендер. Сөйткенше Қанағаттың, мына сіздер қазір қайыршының миллиардер досы деп Қанағаттың тікелей келіп отырсыздар ғой, ал Қанағат оған дейін бәрін бас екен біледі деп соның алғышартын жасады. Қаның қасіреті деп соның алғышартын жасады. 130 атаман деп соның алғышартын жасады. Демек қазіргі қайыршының миллиард досына келгенше Қанағат былай айтқанда қоғамның не бір қоясын сол шағын әңгімелер ақтарып деп есептеймін. Дайындық. Сосын 2018 жылы жаңағы қайыршының миллиард досы дүниеге келді. Біз кішкене қорқақтап оқыдық. Өйткені ондай үлкен дүниеге кәдімгі тәуекел еткеніне былай кішкене қорқақтады да, қалай жоқ. Кәдімгі Қанағаттың өзі қамшы салдырмай басынан аяғына шейін қайыршы нағып жүріп жүрді. Неге жердің астында 300 метр жерге түсіп кетті, ойпырмай көп кетті, 30 метрлік бассейнге неменеге қамап қойған деген сияқты бір дағдарыста болды. Сөйтсек бүкіл біздің қоғамның бейнесі екен. Жаңағы Тәттігүл ханым айтқандай, сіз оған қайтып ойлаудың қажеті жоқ.